көрсететін болады. Бағдарламамен таныстырып өтейін. Көрініп тұр ма сіздерге? Иә, көрінеді. Вебинардың тақырыбы қашықтан оқыту форматында АКТ технологияларын тиімді қолдану. Мақсаты мұғалімдердің педагогикалық шеберлігін арттыру, тәжірибе алмасу. Енді бірінші таныстырылым ұсынатын Абилкаира Роза Искаковна, мектеп тренері, ағылшын тілі пәні мұғалімі. Қашықтан оқыту білім берудің жаңа форматы тақырыбында. Екінші, қашықтан оқыту кезінде Google Forms'ты қолдану. Арахат Асия, Нұрмұт Алдабергенов атындағы орта мектептің химия пәнінің мұғалімі. Саралау әдістерін тиімді қолдану. Жұмабекова Қарғаш Сериковна, химия пәнінің мұғалімі. Геогебра, математикалық интерактивті бағдарлама. Салқынбаева Жазира Сагадиевна, математика пәнінің мұғалімі. Интербелсенді әдістердің құралдары, биология пәнінің мұғалімі Уәлиев Ұлан Бақкелдіұлы. Енді сөз кезегін мектеп тренері Абилкаирова Роза Искаковнаға берсек, таныстыруын ұсынса. Қашықтан оқыту білім берудің жаңа формасы. Ең алдымен біз семинардың басында осы қашықтан оқыту білім берудің формасы туралы айтып өтуді жөн көрдік. Қазіргі заман талабына сай, болашақ ұрпақтың білім алуы, бүгінгі заман талабына сай білім алуы бізде елімізде бірінші кезекке қойылып отыр. Қазіргі уақытта біз өзіміз білетіндей ақпараттық коммуникация технологияларының дамуы, заманауи талаптарға сай дамуы қазіргі кезде білім жүйесін өзгертуді талап етіп отыр. Білім жүйесін, білім алу, білімді бағалау жүйесін талап етіп отыр. Осыған байланысты бізде қолданылып отырған әдістер, әдістемелер, технологиялар да өзгеріп жатыр. Осының барлығы да заман ағымына сай жүргізіліп жатыр. Және бүкіл әлемде болып жатқан өзгерістер, яғни жаһандану процесі. Біз білеміз, барлық әлемде қазір әлемнің түкпір-түкпірінде жүйелі қолданылуда. Сондықтан қашықтықтан оқыту технологиясы осы оқытушылар мен оқушылардың арасындағы интерактивті білім беру жүйесін қамтамасыз етіп отыр. Олардың әрі даралануға және оқушыларды өздігінен білім алуға бағыттаудың жақсы технологиясының бірі деп саналады. Яғни оқушылардың өз білім алу принципіне негізделген және осы оқу процесін жаңаша ұйымдастырудың түрі. Қазіргі кезде біз білеміз, қоғамда болып жатқан өзгерістер, яғни ақпарат ағымының өсуі, әртүрлі мәдениеттің өзара кірігуі, жаңа ақпарат технологияларының дамуы бізге үлкен білімнің көлемімен жұмыс істеу қажеттігі туындап отыр. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге қашықтан оқыту кезіндегі Google Forms'ты қолданудың тиімділігі деген тақырыптар бойынша айтамын. Даусым естіліп тұр ма? Иә, жақсы естіліп тұр. Жақсы естіледі. Рахмет. Енді қашықтан оқыту кезінде оқушылардан кері байланыс жасау үшін осы тиімді құралдардың бірі Google формуласы. Google дисктегі ең танымалы функционалдардың бірі. Google формуласы қашықтан оқыту кезінде кері байланыс жасауда, әсіресе бөлім бойынша және 90-дық жиынтық бағалау кезінде өте қолайлы құрал болып саналады. Енді ерекшеліктері, бұл жерде тест тапсырмаларын құрастыруға болады. Яғни бір жауап бар, бірнеше жауаптары бар, сәйкестендіру тапсырмалары. Оқушылардың белгілі бір тақырыптар бойынша жазба жұмыстарын жазуға болады, бақылау жұмыстарын алуға болады. Ең бастысы, біз осы Google Forms бойынша қағазбастылықтан құтыла алады екенбіз. Енді бұл жүйеге тіркелу үшін, яғни егер де Google жүйесінде электрондық поштаңыз болмаса, онда алдымен тіркеліп аламыз. Тіркеліп алғаннан кейін, мына жерде 9 нүкте тұрады, сол нүктенің ішіндегі дискке кіреміз, Google дискке. Дисктегі создать деген батырма бар, сол арқылы Google формға кіреміз. Содан, яғни жаңа форма бойынша шығады бұл жерде. Осы жерге арғалай біз тесттерімізді құрастыра аламыз. Яғни бұл жерде фонын өзгертуге болады, суреттер қосуға болады өз пәніңізге байланысты. Енді мына жерде тест барысында, яғни жазуға болады қысқа мәтіндер, абзац сөздер, тізімдер болады. Сосын бір жауабын таңдау, көп жауабын таңдау деген сияқты мүмкіндіктері бар. Қазір оны құрастырып көреміз.
Барлық сұрақтар мен тапсырмаларды құрастырып болғаннан кейін, мына жерде көздің белгісі бар, просмотр деген жерге барып, өзіміздің құрастырған тест тапсырмаларымызды көре аламыз. Көргеннен кейін оқушыларға жіберу үшін отправить деген батырманы басып, оқушылардың жеке шатына қысқа нұсқадағы ссылкаларды жібере аламыз. Енді оқушылар орындап болғаннан кейін, яғни мына жерде сұрақ тұрады, мына жақта жауабы тұрады. Бұл жерде оқушылардың қаншалықты деңгейде орындағанын, қанша оқушы орындағанын көре алады екенбіз. Енді бұл жерде қанша балл алғанын мына жердегі батырманы басу арқылы оқушылардың осы сабақтағы қаншалықты деңгейде меңгергенін, кімнің қанша балл алғанын бірден Excel түрінде көре аламыз. Енді осы жерде әр тапсырмаға оқушының қаншалықты деңгейде жауап бергенін көруге болады. Мысалы, бірінші тапсырмада 15 оқушы дұрыс жауап берген, яғни бұл жалпы сыныптың 65%-ын құрайды деп көруге болады. Тапсырмаларға талдау жасауға өте ыңғайлы. Яғни біздің оқу мақсатымызға жете алмаған, қандай оқу мақсатқа жете алмағанымызды осы жерден бірден көріп алуға болады екен. Енді жалпы саралау қай кезде жүргізіледі сабақта? Саралау сабақтың мақсатынан бастап аяғына дейін жүргізіледі. Даралап, саралап оқытудың маңыздылығы. Сынып оқушыларын жаппай жұмыс істеуге әкеледі. Бос отырған оқушы болмайды. Әркім өзінің білім деңгейін біліп, оны дамытуға тырысады. Қиындықтарды жеңе білуге дағдыланады. Пәнді оқып үйренуге қызығушылығы пайда болады. Ізденіс дағдысы қалыптасады. Мысалы, біреуіне майлы ет ұнамайды, екіншісі картошка жемейді, үшіншісі пиязды жемейді, төртіншісі қуырылған ет жемейді. Сонда бұл тағамдар кімге арналған? Ұнатпаған кісілер аш отыруы мүмкін. Яғни бір сөзбен айтқанда, бір өлшем барлығына сай келмейді. Енді осы кемшіліктер жоюдың мынандай әдіс тәсілдері бар екен. Өнім мүмкіндіктері. Визуалды оқушылар болады. Біз берген тапсырмаңызға лайықты бола алатын оқушылар бар. Образға ене алатын оқушыларды айтамыз. Осындай оқушыларға тәжірибелік тапсырмалар берсеңіз, алып шығады деген ойдамын. Енді өзімнің зерттеу тақырыбына тоқталатын болсам, менің зерттеу тақырыбымда деңгейлік тапсырмаларды қолдану арқылы химия пәнін оқытудың сапасын арттыру деп алдым. Бұлай таңдап алу себебім оқушыларды пәнге деген қызығушылығы мен белсенділігін төмендеуі. Зерттеу жұмысының мақсаты оқушының білім мен білігінің жетістіктері, кемшіліктерді, олардың себептерін анықтау әрі қарай жетілдіру жолдарын белгілеу. Жалпы деңгейлеп оқыту арқылы әр оқушының даму деңгейін көтеруді қамтамасыз ету. Әр оқушы өз мүмкіндіктерін пайдалана отырып, білім алуына жағдай жасауға мүмкіндік береді. Әртүрлі категориядағы балалар олармен саралай жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Көріп отырсыздар. Яғни барлық геометриялық фигураларды салуға болады екен. Ауданы дейтін болсақ, біз салған фигураның ауданын бірден есептеп бізге жазып фигураның үстіне көрсетеді. Арақашықтықты егер салған фигураның үстіне қоятын болсаңыздар, бірден есептеп береді. Енді қарасаңыздар, міне барлық төменгі жағында терезе көріп тұрсыздар ма? Егер сол терезеге мына батырманың үстіне басатын болсаңыздар, терезеге автоматты түрде бұл қандай әрекетті орындайды, сізге не салады, оны салу үшін сіз не істеуіңіз керек, төменгі жылжымалы терезеге шығып тұрады. Жалпы бұл екі бөлімнен тұрады. Мына қараңыздар, мынау алгебралық кіріс алаңы дейді, кіріс деп тұр, яғни мына жерге біз функцияларды жаза аламыз. Ал мынау геометриялық алаң дейді, яғни алгебралық алаңда енгізген функцияларымыз, тағы да басқа
суреттеріміздің атын жазсақ, ол бірден мына жерде геометриялық алаңда көрініс табады да, осы жерге бізге жаңағы енгізген фигурамыздың бірден сызбасын, графигін салып береді. Байланысты барлығымыз білесіздер, әртүрлі платформаларда қолданып жатырмыз. Соның ішінде мысал алатын болсақ, Kahoot, Quizlet, Quizizz деген таныстырылым қазір жасаса, оны біз 100%-ға әр мұғалім біледі деп ойлаймын. Себебі оны барлық сабақтарда ұстаздарымыз оңай қолданады, және де оқушыларымыз да оңай жұмыс жасайды. Неге? Себебі ол қолданылуы қарапайым, әрі түсінікті. Жақсы платформалардың бірі. Енді сіздерге бүгінгі таныстырылым барысында мен бірнеше осындай бағдарламаларды, программаларды таныстырғым келіп отыр. Ол ең бірінші кезекте Socrative деп аталады. Яғни Google-ға socrative.com деп жазсаңыздар шығады. Ол жерде білесіздер, ең бірінші кез келген платформамен жұмыс жасау үшін тіркелулеріңіз керек. Ол жерге тіркелу почта арқылы, немесе Gmail почтамыз бар, Google почта. Сол арқылы тіркелу арқылы жүзеге асады. Енді бұл жерде викторина бөліміне өтсеңіздер, өздеріңіздің тапсырмаларыңызды жасасаңыздар болады. Яғни ең бірінші кезекте бұл платформада қандай тапсырмалармен жұмыс жасаған жеңілдірек. Ол бірінші кезекте бұл жерде тесттік тапсырмалар бар. Яғни бірнеше жауапты белгілеуге болады. Екінші кезекте дұрыс және бұрыс деген тапсырмалар. Және де үшінші кезекте ол жерде қысқа жауап. Яғни қысқаша оқушы өз пікірін айта алады. Бұл жердегі енді басқа платформаларда білесіздер, тест болса біреу болады, біреу болмайды. Ал бұл жерде 3 тапсырманы бірден қолданып кетуге де болады екен. Қолданылуы қарапайым. Мысал алатын болсақ, бірнеше вариантта ең бірінші кезекте сұрағымызды жазып, одан кейін кезекте дұрыс жауабын белгілеп қоясыздар. Келесі кезеңінде ол бізде, яғни дұрыс емес деген жауап, яғни true false, яғни дұрыс емес белгілеу керек оқушы біреуін. Одан кейін кезекте, үшінші кезекте ол бауыр мен өттің қызметін жазыңыз деп жаздық. Мысалы, ол жерде оқушы ештеңені таңдамайды, өз жауабын жазатын болады. Яғни бұл жерде оқушының білгенін, сабақта түйіндегенін осы бағдарлама арқылы қолдануға болады. Бағдарламаны жазып алу App Store, Play Market арқылы және де бірден Google сілтемені жіберу арқылы осы тапсырмаларды оқушылар орындай алады. Бағдарламаның басты айырмашылығын айтатын болсақ, бұл тапсырманы сіздер үй жұмысы ретінде берсеңіздер де, сабақ ішінде қолдансаңыздар да, кез келген жағдайда болады. Және де тіпті оқушылар сабақ үстінде кей жағдайда интернетке байланысты кіре алмай қалады, әрбір жағдайға байланысты. Сол кезде оқушылар үйлерінен өздері сабақтан тыс уақытта да ол тапсырманы орындай алады. Әріптестер, көрген болсаңыздар, бұл бейнероликті қарапайым дайын шаблонмен өзгерту арқылы жасаған болатынмын. Бұндай тапсырмаларды оқушыларға қосымша беріп отырсаңыздар, яғни оқушылардағы жалпы сабақтағы бір сарындылықтан арыла аламыз, және де жалпы сабағымыздың қызықты өтуіне бірден бір септігін тигізеді. Барлық тыңдармандарға көптен көп рахметімді айтамын. Қосымша сұрақтарыңыз болса, қойып отырсаңыздар болады. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса, қойсаңыз болады. Кері байланыс берсеңіздер. Құрметті әріптестер, өте жақсы дүниелермен бөлісіп жатсыздар. Тақырыптарыңызға қатысты бүгінгі АКТ технологиясын қолдану бойынша, жаңартылған мазмұн бойынша өте жақсы бөлістіңіздер. Көп рахмет. Тағы сұрақтарыңыз болса, сіздерге көп рахмет. Егінбаев мектебі, ұстаздары, әріптестер, шығармашылық табыс тілеймін. Алдағы мереке құтты болсын.
Рахмет. Енді қашықтан оқыту форматында АКТ технологияларын тиімді пайдалану бойынша енді әріптестеріміз мына Алдабергенов мектебінде әріптесіміз қатысып отыр, қосып отыр бізге. Көп рахмет. Енді осы бүгін алынған мәлімет, ақпарат, технологиялар сабақ барысында пән мұғалімдері қолданады деп ойлаймын. Өйткені өте пайдалы, мысалы бағана ОГТ кезінде де, бірыңғай тестілеуге дайындық кезінде де, мысалы математикадан қандай жақсы, геогебра. Одан кейін Google Form деген ол действительно өте тиімді, өте қарапайым, өте оңай құрал болып есептеледі. Қазір мысалы жиі пайдалануға болады. Енді басқа да мысалы интерактивті белсенді құралдарды көрсетіп жатыр әріптестеріміз. Барлықтарыңызға көп рахмет. Келе жатқан мейрамдарыңызбен барлықтарыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Құрметті ұстаздар, келе жатқан мейрамдарыңызбен әйелдер қауымы, аналар қауымы. Мына бүгінгі өткен вебинарларыңыз өте жоғары деңгейде өтті деп айта аламын. Динара Ғабдуловна жетекшілік ете отырып, Егінбаев мектебінің мұғалімдерінің, ұстаздарының жаңағы жоғары деңгейде жұмыс жүргізіп жатқандығын, мүмкіндіктерін көре алдық. Мына көптеген платформалармен жұмыс жасап жатқандарыңызды көрдік. Сосын мына химия пән мұғалімі мына басқа да мына оқушылармен аудио, визуал, кинестетик, дипитал балалармен қалай жұмыс жүргізуге болатындығын көрсетті, қандай тапсырмалар беруге болатындығын, қалай жұмыс жасауға болатынын көрсетті. Міне өте керемет. Алдағы уақытта сіздерге Егінбаев мектебі сіздерге шығармашылық табыс тілеймін, шабыт тілеймін. Осылай жұмыстарыңызды жалғастыра беріңіздер. Сіздерге көп рахмет айтамын. Бойынша АКТ-ны бердік. Себебі бұл кісілер АКТ-ны өздері таңдап алды. Біз көрсете аламыз, бұл тақырыпты аша аламыз деп. Нақты бүгінгі вебинардан біз оны көре алдық. Ал сіздердің тақырыптарыңыз жоспар бойынша мен қазір неге жіберейін жеке чатқа сіздерге. Сіздердің тақырыптарыңыз басқа, оны сіздер штаттық режимде де көрсете аламыз. Содан кейін жаңағы алдында математиканы көрсеткен жігітке рахмет, мен атын кешіріңіз, мен атын не запомнил. Алдында математика. Сіз көрсеттіңіз қалай жасау керек, былай. Сіз нәтижені көрсеттіңізші, оқушы қалай жасап көрсетті сізге, жіберді маған нәтиже, маған основной результат білейін деп едім мен. Ол қалай кіруді, қалай жасауды мұғалімде жасай аламыз. Маған оқушы соны қалай пайдаланды, қандай результат шықты содан, соны көргім келетін еді мысалы. Бұл сұрақ математика пәні мұғалімі не ғой дейм, Алдында көрсетті ғой нені? Функцияларды қалай суреттеу керек, конусты қалай жасау керек. Соны оқушылар қалай пайдаланды, содан қандай нәтиже шықты, соны білейін деп едім мен. Енді ол биыл ғана енгізіп отыр ғой мектеп бағдарламасына. Өзіңіз 11-ші сыныпқа берген болсаңыз, оқулықтың бас жағында енгізді биыл. Енді енгізіп жатырмыз. Бізде енді қашықтан оқыттық қой. Әйтеуір қашықтан оқыту кезінде балаға бір құнды дүние беру керек қой. Енді қасында отырған жоқпыз мысалы. Бала оны меңгеріп, маған мынандай дүние жіберген жоқ. Мен өзімнің сабақ беру әдісінде балаға жаңағы елестету қабілетін көрсету үшін енді қасында отырған жоқпыз ғой. Сол кезде қолданған әдістерім. Мысалы 6-шы сыныпта да қазір тікбұрышты координаталар жүйесіне келдік. Олар қазір қашықтан оқып отыр. Оларға мына санақ басынан оңға жүрем, солға жүрем деп мен айта алмаймын ғой. Ал жаңағы геогебраны қосып қойып, балаға мен көрсете аламын. Осындай жаңағы не арқылы, осындай Zoom арқылы енемізде балаларға кеше ғана ашық сабақ болды. Мен көрсете аламын. Менің балам қолданып отыр деген жоқ, мен өзім сабақта қолданатын әдістерімді айтып жатырмын. Мен сізге бар ғой, не үшін бұл сұрақты қойып тұрмын. Мен мысалы, мен де бұны пайдаланғым келді, өте жақсы, ұнады маған. Бірақ та осыдан менің оқушым, мысалы 12 оқушының біз бәрін үйретуіміз керек қой, сол 12 оқушымның бәрі соны алып кете ала ма? Соған қарап нәтиже шығара алам ба? Барлығы түсіне ма сол? Маған сол не еді, сол меня. Енді ол бастамасында
мысалы ол математикаға бейімі бар балаларға өте тиімді. Мысалы олар ертең математикасы бар сабаққа баратын болса, біреуге график салып бер деп жалынып жүрмейді. Сондай балаларды үйретуімізге болады. Мысалы жаңағы мен өзім қазір онлайн калькуляторды қолданамын, оны да керекті деген балаларға көрсетіп отырмын. Ертең ол матрица тағы басқа есептер шығарады, оны ана жерде үйреніп алса функцияларын. Енді ол барлық 12 бала ала алмайды ғой, ол бесенеден белгілі ғой, әркім математик болып қабілеті болмайды ғой енді. Оны мынаны меңгер деген оқу бағдарламасында жоқ, бірақ жаңаға мұғалімге әдістемелік нұсқауды қарасаңыз оқулықта жаңа бізге берілген. Соның ішінде осы бағдарламаны пайдаланып түсіндіруге болады деген ұсыныстар тұр. 11-ші сыныпқа. Біз 11-ші сынып енді ғана келдік, осы қаңтар айының ортасынан бері қарай. Енді ғана көрсетіп жатырмыз. Ал енді күз кезінде онлайн кезінде көрсеттім мен балаларға. Бұрын енді конустың ішін ашып көріп, қасында мектепте отырғанда оқыттық қой. А мына жағдайда жаңағы сызбаларды сыза отырып көрсетуге болады. Міне құрметті әріптестер, кешіріңіздер сөздеріңіз бөліп жатқаныма, біздің жоспарымызда міне осы болған, көрдіңіздер ме? Біз бастапқыда бірінші кезекте өттік қашықтықтан оқытудың ерекшеліктері, екінші міне АКТ-ны қолданудың ерекшеліктерін көрсеттік. Енді міне үшінші жоспарымыз бойынша өздеріңіз міне шығып отырсыздар. Сабақтағы оқу әрекеттерінің нәтижелерін қалай бағалаймыз? Оцениваем результатов учебной деятельности на уроке, например. Міне осы, яғни біз алдағы уақытта енді нәтижемен, нақты нәтижені көрсетеміз. 3 мектеп. Алдабергенов мектебі, Егінбаев мектебі және Иә. Значит, біз енді келесі неде нәтиже, уже нәтиже нақты. Не істедік? Нәтиже. Не жасадық? Нәтиже. Мені көрдіңіздер ме? Біз уже бізде жұмыс жүріп жатыр серіктес мектептер арасында. Өздеріңіз оны бақылап отырғанда шығарсыздар, е? Міне жоспар бойынша міне сол тақырыпты біз келесіде міне вебинар ретінде. Міне бір ай бізге жұмыс бар. Міне жаңадан математик пәні мұғалімі, жаңағы көптеген пән мұғалімдері технологиялар қолданып жатыр ғой. Тура осыны бір ай қолданады, сәуір басталады, жұмыс басталады, соны жүргізіп барып, мүмкін сәуірдің ортасына таман қоярмыз. Нәтижесін көру үшін, шынайы балаларға қаншалықты әсер етіп жатқанын білу үшін. Көрдіңіздер ме? Сонда бізде нақты жұмыс жүргізілгені айқын болады. Қалай ойлайсыздар? Келісесіздер ме? Иә, келісеміз. Бірақ тағы да бір нәрсе былай жасауға бола ма? Мысалы, міне алдында мен мынаны пайдаланбай тұрғанда балалардың процент, качество знания осынша процент болды. Мынаны қолданғаннан кейін осыға көтерілді немесе төмен түсті деп, сонда график жасап, нақты көрсетейік, қай жерде қате, мына жерде пайдалы ма мынаны использовать, пайдалысыз ба использовать еткенге деп. Соны нақты маған керек та, мен солай ойлаймын, солай дұрыс деп. Дұрыс келсеміз, толықтай келсеміз. Қазір біз сол нәтижеге жұмыс істеуге келе жатырмыз. Оқу мақсаты бар, сабақ мақсаты бар, енді нәтиже не болып жатыр? Құр АКТ-ны ашып қойып отырған тағы да болмайды, құр сөйлей берген тағы да болмайды, нәтиже керек. Алдағы уақытта міне тек қана нәтижелерімізбен бөлісеміз. Рахмет, күшті жақсы кері байланысқа шыққаныңызға, сондай өзекті мәселені көтердіңіз. Бұл барлық мектепте бұл өзекті тақырып. Мен неге шыққаным кешіріңіз, тағы бір мен алдынан физика ағылшынша бізге үйреткенде, бізге осындайлар пайдаланасыздар деп алдыңғы жігіт айтқандай, андай неше түрлі код, ананы пайдаланғанда алдында қызықта, кейін балаларға қызықсыз болып кетті ол. Они уже хотят другое. Алдында жақсы принимать етті. Ол жерге біз қиын сұрақтар емес, оңай ғана сұрақтар береміз. Соны ойлаймын, сонша уақыт оған енді бөлуге қажетті жоқ сияқты. Жаңағы математика дұрыс, ол енді нақты сабақ. Ал енді сұрақ, ойындар, білмеймін енді, оны алдында қызығатты, соң балалар қызықпай кетеді. Сондай кезде не істеу керек? Ол енді мұғалімнің шеберлігі деп ойлаймын. Мұғалім шеберлігіне қарай, оқу мақсатына жетіп, нәтижесін көріп, нақты процентінің білім сапасының өскендігін бақылай алса, менің ойымша ол ұтымды. Ал егер жоқ, кері әсерін тек, енді бұл мұғалімнің өзіне байланысты ғой саралау. Өз жұмысын саралау мұғалімнің шеберлігі. Мен айтып кетсем болады ма?
енді біз қашықтықтан оқыту жағдайында оқытып жатқандықтан біз әртүрлі жаңа технологиялар дедік қой, технологиялар әдістемелерді қолдануымыз керек, себебі біздің оқушыларымызға түсіндіруге тырысуымыз керек. Ал жаңағы құр ойын емес қой, бұл жерде мақсатқа бағытталған тапсырмалар, әрбір оқу мақсатын барлығын біз ескеріп отырамыз. Сондықтан осыларды қолдануға тырысамыз. Біріншіден ол оқушының да, мұғалімнің де сандық құзыреттігін арттыруымыз қажет. Қазіргі кезде жаңағы жаһандану несінде жаңа білім алу несіне жетуіміз керек. Және осындай технологиялар сондай талаптарға жауап береді. Сіз қай елде болмасын, осы технологияны қолданып жатыр барлығы қазір. Сондықтан бұны жолға қою керек деп ойлаймын, және нәтижесіз емес деп ойлаймын. Және біз нәтижесін алдағы уақытта да көрсететін боламыз қолданып жатқанымызды. Рахмет әріптестер, енді біздің уақыт бітіп бара жатыр енді. Жақсы, онда көп рахмет сізге, сәттілік. Рахмет, көп рахмет. Сау болыңыздар.